Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силердин кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдук кара сөз түрүндө роман жаздым. Мына силердин көз алдыңарда турат. Бул романдарымды мен Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин алдына билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул 5 томдугун орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары киргизилген. Биздин мектеп окуучуларына Манасты өздөшүрүш жеңил болуш үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерин дагы түздүм. Бул дептерлер дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Эпосубузду андан ары жайылтуу максатында мен азыр Манас эпосунун экинчи бөлүгү Семетей эпосу боюнча роман жазып жатам. Анын биринчи томун бүтүрүп, азыр экинчи томун иштеп жатам. Элибиздин Залкар эпосун бүтүн өзүнө жайылтуу үчүн мен 5 томдугун толугу бойдон орус тилине которуп, ал китебимди жана кыргызча вариантын атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп ошол сайтка 2 варианттан коюп салдым. Кимде ким кааласа ошол жерден менин китептеримди сатып алып окуса болот. Мындан тышкары мен азыркы ушул айтып жаткан видеоролигимди орус тилинде дагы чыгарып жатам. Орус тилдеги видеороликтерим дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолууда. Мунун өзү биздин Залкар эпосубуз менен дүйнөнүн кайсы жашоочусу болбосун өзү билгенди өзүнүн эне тилинде окуп көрүп таанышып алса болот деген маанини билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, бул жөнүндө өзүңөрдүн туугандыктарыңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, Манас эпосун жайылтууга аябай чоң көмөк көрсөткөн болот менер. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Эртеси күнү таң атканда Манас жарагын белге чалынып, жаратканга жалынып, ак күбө тонун кийди. Чарайнай төшкө тартынып, көк темир артынып, карыпчысы кыягы, каармандай сыягы, белдемчи темир байланып, бел булуттай айланып, ары бери каранып, тойго барчудай жасанып, баатыр чатырынын ичинде илинип турган мылтыгына колун сунду. Анысы саадагы бала белиндей, тасма тартып ийилип, алыскы жуук айны бас, ыракы жакын ылгабас, ортосу болот, ооз албас, түтүнү туман, түбү ыспан, кароолу да жаал, огу ажал, ашыкпаса ой чагыр, ачуу улансыз амбирек болгон, кандай баатыр асын жүрсө жарашкан атактуу ак келте. Менин мылтыгым, жан кыйышпас асылым, сүймөнчүктү сыладып курабым Манас. Канчалаган салгылаштарда жанымды алып калдым. Ак келте таптаза болуп жалтырап турса да баатыр аны дагы бир ирет чүпүрөк менен арчып, анча мунча жуккан чамдан тазалады. Кийин мылтыгын асынып, найзасын колго алды. Шай колдогон бадырек, камыш кыйып каптаган, тарамышка чаптаган, темирин 8 кырдаган, 12 түрлөп сырдаган, бөөрүп тилмизин чыгарган, учун ууга сугарган, шамалга тийсе ырдаган, тийген жери ырбаган, чагара калыптын тактырган, душман жакка бактырган, ата ак келтеден кем эмес, баатырдын бул найзасын
Abu Nasir zamаны özü көріп жақтырған. Бекемдігін текшеру үшін найзасын бір-екі жол үйіп көрген Батыр разы болып башын икеді. Құдайға шүгір, ойлады Манас, найзам жайында екен. Екінші құралының абалына қанаттанған Батыр эми көңілін қылышына бұрды. Түн içinde суырса, өрт дөңленіп қызарған, ұрышты күнде ұзарған, зарын тартқан мұнардан, үшін қайқы шығарған, тоғы чапса таш кескен, белге чапса баш кескен, шеберге қойса өрт кеткен, шілтегені мүрт кеткен қылышты Манасқа атақты Айқожо өзі белекке берген. Қожомдың қылычы мен ұшыл кезге чейін пұшайман қылған жоқ, қылычын абада бір-екі шілтей ойланды Батыр. Аны менен мен дағы алай жеңіштерге жетемін. Қылышты беліндегі қара қайыш құрын асқан Манас ешігенді айбалтасын қолына алды. Таш көмірге таптаған, қақырқайға саптаған, көкөлче қылып үйдірген, қылқиял чап чүйдірген, чағар алтын сондоғын, аябай бұқтылап жасалған Батырдың бұл құралынан ұшыл кезге чейін чапқан жоғысы оңбаған. Өз жерімізге қайтып келген, бізге қыр көрсеткен, қиынсынып, далай мекендештерісті мерт қылған, шорыққанның еліне қырын салып келейін деп шешкен Манас айбалтасын белге қыстырып, қорғошын чойын құйдырған, сабын темір бұрдырған, башын болот қаптаған, сабын темір саптаған күрсісін алды. Бері болса күрсінің салмағы 500 батман, ойланды Манас. Аны менен ұрсаң, арқандай дұшманды талпағы ташқа жайылады. Ешікке шыққан Батыр тұқылып, дая тұрған Аққұл атының жанына келді. Арыстан елдің чатқаяғы чатқалдай, жүріп берсе чатына жүкті төе батқандай, құйышқандың қошқонға 11 қарыш қазанды, ойнап күле басқандай, бұл жолы жоқ чоңдығы, борына қарандың, мұмылы үйін қазғандай, қамыш құлақ, сон тұяқ, балтыры бала беліндей, басқаны сырттың желіндей, айбандан бөлек заты бар, аты бейесін көріп қуанышты кішенеп жіберді. Шенімді досым, разы болды атына Манас. Сен мені қаншалаған қиыншылықтардан, қырсықтардан сақтадың. Бүгін де менің елімдің керегіне жарап бізге жеңіс алып келдің. Батыр атының мойнынан ақырын таптап, нөкері ұсынған қызыл алманы Аққұлаға берді. Шілекейін ағыза алманы арадан бері жалмап салған ат Манасқа рахмат айтқандай қатыл кішенеді. Атының маңдайынан сылап, аға секіріп мініп, Батыр әскерлермен Шорықтың қолына қарай жөнеді. Батыр майданға барғанда ажа жалап қырқырып, қалмақтарды құдай ұрды. Алардың қара туыры, жеңді алылу, көкті қачан, қолына ұзын найза қармаған Дөгөші Батыры 4000 әскерін алып, Қырғызстарға ұлтырлай бет алды. Екі қол бет маңдай келіп, ұрышты башашқанда, алдыңғы қатарда атжан тұрған Қабыла Манас düşmандарды четінен қыра баштады. Соғыш қызу жүріп жатқанда Манас мен Дөгөші бетме бет келіп қалышты. Қырғыздың Батырын таныған Қытай иығынан жылмайды. Авирді жігітке ажалды киіп жолығады. Менің жолым оңынан шықты. Қырғыздардың Манасы бет маңдайымда тұрады. Аны өлтіріп, еліме жеңішті алып келіп, атымды қылымдарға қалтырайын деп ойлаған Дөгөші Манасты ердемсіне найзаменен салды. Мен Манасты аябай мықтылап сайдым. Өзіне өзі разы болды Дөгөші. Құдайымыз бұйырса, ал бұл соққыдан мүлк кетіп, мөрей менікі болады. Бірақ ұрылған найза Батырдың төшіне батпай, тықалып қалғанда, Манас Аққұламен кептегенде, қалмақты найзасы қачырап сынды. Бұл несі? Таң қалды Дөгөші.
Бұл жер жұтқыр бұрып, соққымдан құлап түшпестен, жебілбестен, найзан төшіне тықалып тұрса да, мені атыменен кептеп жатады. Құдай өзің сақтай көр. Мұның аты да аябай күшті екен. Аның қысымына атын тұрыштық бере албастан, артқа кетеншік дегенін қарачы. Лайламалу, ептеп жаным аман қалса болды. Қаншалық өжерленгеніменен Манасқа тұрыштық бере албай, қалмақ өзінің найзасын елініп, шалықтасынан аттан құлап түшті. Орнынан тұрайын дегенше, Батыр шыпырма қара күш қылышымен башқа ұрғанда, Дөгөшенің башы қалды дұн қойып, бөлігі қалды зұн қойып. Манастың ерлігіне қуанған қырғыздар Дөгөшенің 4000 аскерін ет бішімға қойып, 3600-ін жерге барып түзіні қырып, жойып, сап қылып, тегіз үйнеге жеңе түшті. Меңдеген аскердің құрман болғанын көрген Шоғырқұттың аябай қыжыры қайнады. Ол емнесі деп ойландық қаны. Бізді отпай жатқан қырғыздар заматта 3600 аскерінде мерт қылғаны емне деген шындық. Ең мықты жауапкерлеріміз қайдағы бір тентіп келген бұлықтарға емнеге алып жетпей қалды, жатады. Меніңше Батырым Дөгөші шабалдық қылды. Абалдың бұл үшін майданға атақты балбанның чешендерді 12.000 аскерменен жіберейін. Бұйырса, ала қырғыздар Ташталқаны шығарып, маңа жеңіште алып келіп береді. Шоғырықтан шабуылға өтуге бұйрық алған орта бойлы, қара қашты, қара торғы чешендер аскері менен қан майданға жөнелді. Екі қол бет маңдай келгенде аскерлік салт бойынша ереуіл өткеріле тұрған болды. Ким қырғыздарға қарсы ереуілге шығады деп қиқырды чешендер. Мен шығамын деп алдыға атырылып шықты. Алып денелі, ұзын бойлы, сары жүзді күлтыққан балбан. Азаматсың балбаным, разы бол чешендер. Сен ереуілді қырғыздардың батырын сазайын беріп, жеңішменен қайткын. Жарайды деп, көзі қайқанға жақын ұродой, көзіндегі чылпағы байлатқан батман шыродай олған күлтыққан күлкіріп, бүрсе алып, 70 құлаш белде меніп, Манасқа қарсы шамынды. Бұл тәжіктің жұлқынғанын қарачы, башын шайқады, düşmanı көрген Батыр. Келген жерде мені жұтып жібертшідей қыжынып жатады. Фили де аябай чоң тұрбай бұл. Мен чауышын тұрбастан, алыстан атып таштайын. Манас чаап келе жатқан балбан ақ келтемен атқанда мылтықтың түтіні басты тұмандай, құлап түшті күрттыққан жел шілкінген дуалдай. Тентеген ақмақ десе, деп сөгінді ішінен Батырдың өлгенін көрген чешендер. Күлтыққан менен чауышқанның орнына қорқоқ қырғыз аны мылтық менен атып жіберді. Ушылдағы еркекшілік пе? Бетме бет тұрып, найзажы қылышпен чабышса болбойт біле. Шашпай тұр, мен азыр өзім жекке-жеккеге шығып, сазайыңды бермесем бе, ары жоқ бұрылды. Düşmanды оңай жеңін бүтінде чамынып келіп, Манасты найзаменен сайды. Мына саға бұрылы тызырын чешендер. Бұл соққындан Манас Құдайға аманатын тапшырады. Тілекке қаршы тажик жұмылдырынан жаңылды. Манас ерлі қармалып қалып, чешендердің найзасын қағып жіберді. Сен мені найзаменен жанымды ұрытсаң, мен саға соғышын башқа ықмасын көрсетейін деп, атшуыл ойланған Батыр чешендерді қылышмен шапқанда, ал ат матыменен бөлініп, жардай құлап, тек тартпастан мүлт кетті. Чешендердің ереуілде жеңілгенін көрген қырғыздар жер жаңғыртта айғайды салышты. Азаматсың Манас деп қуана қиқырды көкті ұлғачан бақай. Сен тажиктердің менмін деген Батырын жеңді. Құдай қаласа біз бұл жолы да мөрөйді алып, düşmanды үстінен жеңішке жетше тұрған болдық. Манастың ерлігіне шықтанған Бақай қырғыл баштаған 60.000 жауапкер тажиктердің 12.000 аскерін
аш кайнамга калтырбай ойрон кылышты. Эң мыкты аскерлердин кызыл кыргын болуп жатканын көргөн Шооруктун үрөйү учту. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.